Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Мен Сәбитова Қымбат Қаршығақызы Жангелді орта мектебінің тарих пәні мұғалімімін. Бүгінгі таңда әлемді жайлаған індет біздің елімізге де таралып, халқымызға қасірет әкелгені бәрімізге аян. Инфекцияны жұқтырмау, аурудың алдын алу жолдары ақпараттық құралдардан жиі айтылып, нұсқаулар беріліп, санитарлық нормаларды сақтау шаралары жүргізіліп жатса да, Қостанай облысында коронавирустық инфекциямен ауыратын науқастардың көбейгені бәрімізді де ойландыратын жағдай. Біз, мұғалімдер, өскелең ұрпаққа білім және тәрбие береміз. Жұмыс барысында оқушылар мен ата-аналарыменен тығыз араласамыз. Олардың өміріне қауіп төндірмей, өзіміздің міндеттерімізді жауапкершілікпен атқару үшін ең бірінші өзіміздің денсаулығымызды сақтауымыз керек. Сондықтан міндетті түрде бетперде кию, антисептиктерді қолдану, әлеуметтік қашықтықты сақтау, адамдар көп жиналатын жерге бармау, қонаққа бармау сияқты талаптарды орындауымыз қажет. Бұл қағидаттарды орындауды оқушылар мен ата-аналардан да талап етейік. Зиялы қауым өкілдері ретінде бізге ерекше талаптар қойылатынын ескере отырып, халыққа үлгі болайық.